Біз бұл туралы көп ойланбаймыз, бірақ біздің әрбір деміміз белгілі бір мағынада лотерея. Біз оны көрмейміз, сезбейміз, алайда тыныс алып жүрген ауамыз біздің ең үлкен қашуымызға айналуы мүмкін. Ендеше осы көрінбейтін қауіпті бірге түсінейік. Соңғы деректерге сүйенсек, жер шарындағы адамдардың шамамен 90% ресми түрде денсаулыққа қауіпті деп танылған ауамен тыныс алуға мәжбүр. Бұл барлығымызға дерлік қатысты мәселе, ал осы құрғақ санның артында одан да қорқынышты шындық жатыр. Жыл сайын лас ауадан туындайтын аурулар салдарынан 7 миллион адам көз жұмады. Бұл жай ғана статистика емес, бұл 7 миллион адамның тағдыры, 7 миллион өмір. Сондықтан экологтардың дабыл қағып, ауаның ластануын адамзат үшін ең үлкен қауіптердің бірі деп атауы таңғаларлық емес. Бұл жай ғана экологиялық мәселе емес, бұл денсаулық сақтау саласындағы жаһандық дағдарыс. Енді тереңірек үңілейік. Үлкен қалада тағы бір рет дем алған сәтте біздің ағзамызда не болады? Қандай өзгерістер жүреді? Енді елестетіп көріңіздер. Көзге көрінбейтін микроскопиялық ұсақ бөлшектер әр деммен өкпеге терең еніп, сол жерден тікелей қанға өтеді. Олар ағзада жасырын диверсанттар сияқты әрекет етеді. Нәтижесінде инсульт, созылмалы өкпе аурулары мен қатерлі ісіктен болатын өлім-жітімнің 1/3 осы ластанған ауамен байланысты. Олар демікпе ұстамаларын күшейтеді, қант диабетінің қаупін арттырады. Соңғы зерттеулер бұл бөлшектердің деменциямен және есте сақтау қабілетінің төмендеуімен де байланыстырып отыр. Әрине, мұның бәрін экономикалық салдары да бар. Жыл сайын шамамен $1 триллион ауаның ластануынан туындаған ауруларды емдеуге жұмсалады. Бұл білім беру мен дамуға бағытталуы мүмкін орасан зор қаражат. Осындай деректерге сүйенсек, бізде ең басты сұрақ туындайды. Бұл көрінбейтін қауіп қайдан пайда болады? Лас ауаны кім немесе не тудырып отыр? Біріккен ұлттар ұйымы сарапшыларының пікірінше, ауаның ластануына себеп болатын 5 негізгі көз бар. Олар ауыл шаруашылығы, көлік, өнеркәсіп, қалдықтар және тіпті біздің өз үйлеріміз. Осы көздердің әрқайсысы өз үлесін қосып, нәтижесінде бәріміз тыныс алатын улы қоспа түзіледі. Мысал ретінде 2 негізгі зұлымды алайық. Біріншісі ол метан. Оның басты көзі ауыл шаруашылығы болып табылады. Метан жер бетінде озон түзіп, демікпе мен тыныс алу жолдарының ауруларын тудырады. Екіншісі бәріне таныс көмірқышқыл газы. Ол зауыттардың мұржаларынан атмосфераға таралып, жерді жылы көрпе секілді жауып, жаһандық жылынуға әкеледі. Әрине, белгілі бір прогресс бар. Мысалы, этилденген бензиннен бас тарттық. Бұл үлкен жетістік. Алайда, басқа мәселелер әлі де шешімін тапқан жоқ. Жолдардағы көліктер күйе мен азот диоксидін шығарып жатыр. Қоқыстар жағылуда, полигондар мен қарапайым үй пештерінің өзі көміртегі тотығы, қорғасын және сынаптың көзіне айналуда. Ендеше басты сұрақ туындайды. Бұған кім жауапты? Кім тәртіп орнатуы тиіс? Біріккен ұлттар ұйымы есебіндегі бір дерек ерекше алаңдатады. Әлем елдерінің 1/3 ауа сапасын реттейтін заңдар мүлде жоқ. Бұл планетаның үлкен бөлігінде ауаның ластануы мемлекеттік деңгейде бақыланбайды деген сөз. Бұл біздің қорғаныс жүйеміздегі үлкен олқылық. Дегенмен, бәрі үмітсіз емес. Шығу жолы бар. Біріккен ұлттар ұйымы үкіметтер үшін нақты жол картасын ұсынады. Біріншіден, ауа сапасы мен климатты реттейтін тиімді заңдар қабылдау. Екіншіден, бензин және дизельмен жүретін көліктерден біртіндеп бас тарту. Үшіншіден, өнеркәсіп пен қалдықтар секторын шығарындыларды азайтуға міндеттеу. Әрине, мемлекеттік саясат өте маңызды, бірақ бір орында отырып, біреу бәрін біз үшін шешеді деп күту қате. Нақты өзгеріс жасай алатын ең үлкен күш біздің әрқайсымыз. Әрбір, тіпті ең кішкентай әрекет те маңызды. Мысалы, бүгін көліктің орнына қоғамдық көлікті немесе велосипедті таңдау, қоқысты сұрыптау, етті аз тұтыну, қажет емес кезде жарықты өшіру немесе ағаш отырғызу. Бұл ұсақ түйек сияқты көрінуі мүмкін, бірақ миллиондаған адам осындай қадамдарға барса, нағыз өзгеріс басталады. Иә, мәселе өте үлкен, бірақ ол үмітсіз емес. Шешімдер бар, және олардың көбі әрқайсымыз үшін қолжетімді. Сондықтан әңгіменің соңында өзіңізге қоятын ең басты сұрақ мынау болуы керек. Мен таза ауа үшін не істей аламын? Мүмкін дәл бүгін.